Назым, жағдайымды жасаған емес, желіде тағы да қызу талқыға түскен жайттардың бірі Назым мен Сержан арасындағы жағдай. Жақында Назым ханым өзінің Инстаграм парақшасында арнайы жазба жариялап, соңғы уақытта орын алған оқиғаларға қатысты жеке пікірін білдірді. Атап айтқанда, Назым Сержанмен араларындағы жағдайды ашық айтып, көптің көкейінде жүрген сұрақтарға жауап берді. Оның ішінде Сержанға қосылу мәселесі де бар. Бұл туралы ол былай деді: "Мен қызымды босанғалы бері ешкіммен жүрмеймін де, кездеспеймін де, таныспаймын да. Вообще тұрмысқа да шықпаймын деп өзіме сөз бергенмін. Өз жағдайымды шүкір Алланың қалауымен өзім жасап жүрген адамын. Ешбір байдан рахат көріп жағдайымды жасаған емес. Наоборот, менің ақшама өмір сүріп, менің тапқан таянғаныма ішіп жеп, қыдырып қатынша салғыласып, ауыз-аузына жұқпай жамандап кеткен", деп ашуға булықты Назым. Осы жазбадан кейін көпшілік бұл сөздің кімге бағытталғанын болжауға тырысып, қызу пікір талас тудырды. Ал естеріңізге сала кетейік, осыдан біраз уақыт бұрын Сержан әлеуметтік желіде Назымға қатысты өкінішін білдіріп, жүрек жарды сөздер жазған болатын. Аталған жағдайға тек Сержан ғана емес, Ақерке де бейжай қарамады. Ол да Инстаграм арқылы жазба қалдырып, ашуын жасырмады. Қазір Сержан мен Ақерке желі арқылы бір-бірін айыптап, тіпті күн сайын сөз таласқа түсіп жатыр. Назым тек бұл жайтпен шектеліп қалмай, өмірлік ұстанымы туралы да жазып өтті: "Мен өзім ене болатын жасқа жетіп қалдым почти. Болашақта тем более мен келін боп, иіліп қызмет жасап, қатын боп біреуге тамағын әзірлеп, киімін жуып, қас-қабағына қарап отырмаймын. Бала-шағаммен бар жағдайымды өзімі жасап, шалқып өзімше өмір сүріп, кәртайғанда кемпір подругалармен шет ел аралап жүрмеймін ба", деп жазды Назым қызымыз. Иә, Назым қызымыз өз жолын, өз таңдауын ашық айтты. Енді көпшілікті мазалап отырған тағы бір сұрақ: Сержан енді не істейді? Ол Ақеркемен бірге жаңа маусымға қайта оралуға дайын ба? Бұл сауалдың жауабы әзірге белгісіз.